Ғасырлар бойы қазіргі тәуелсіз Қазақстанның солтүстігіндегі елді мекендердің атаулары жаңа билікпен, реформалармен және қоныс аударушылардың толқындарымен бірге келген саяси және әлеуметтік жағдайлармен бірге өзгерді. Бұл өзгерістер тек атаулардың өзгеруімен ғана емес, адамдардың өз ауылдарын, тарихы мен дәстүрлерін қалай қабылдағанына да қатысты болды. Қазақ ауылдарының атауларындағы алғашқы өзгерістер Қазақстан 18 ғасырда Ресей империясына қосылғаннан кейін басталды. Ұзынжар, Дәулет, Қырық құдық және тағда басқа сияқты қазақтың алғашқы атаулары жоғалып кетті. Олар жергілікті жердің ерекшеліктерін немесе ру атауларын көрсетті. Оның орнына орыс тілінде жаңа атаулар пайда болды. Жаңа саясат сендер барған жерлеріңе миссионерлер, христиан миссионерлері барған жерлеріңе жаңағы христиан, православный христиандардың атауларымен атаңдар деген бәріне. Мысалы Покров деген мерекесі жаңағы христиандардың, жаңа Спас деген, тоже Спасовка деген бар, тоже христиандардың мерекесі. Сосын Богоявленка деген, мынау Явленка бар ғой, соны Богоявленка деген алдында. Сосын анау жаңа большевиктер келгеннен Богын алып тастап, қазір Явленка болып қалды. А Боголюбово сол күйінде қалды мысалы. Сол сияқты жаңағы апостолдар Петрдің, Павлдың аттарына берген Николай Угодник, Николаевка соның атын аталған. Сосын жаңағы Свято-Духовка деген бар. Тағы бәрі сол христиан аттарымен аталған да. Сосын екінші этап жаңа большевиктер келді ғой өкімет басына. Большевиктер келіп, олар дінге қарсы. Дінге қарсы дін атауларын жою керек еді ғой. Бірақ олар жойған жоқ. Мысалы Николаевка деген, Ново-Николаевка дейді. Сосын Николаевка деген қалды ғой. Оны неге атам переименовать етпеймісіздер десе айтады. Бұл жерге бір крестьянин келген, сосын осы жерге деревня салған сол крестьянин Николаев деген, соның атымен аталды дейді. Сондай легенда ойлап тапқанда, сосын қазақтар сол күйінде қалды, оған ешкім қарсыда шыққан жоқ. Сонымен жаңағы мысалы Богоявленканың Богын алып тастаса, анау қалғандарын тіпті қозғамаған жоқ. Покровка сол күйінде қалды, мысалы жаңағы тағы да атаулар бар, неше түрлі Свято-Духовка деген тағы. 20 ғасырдың басы Ресей ауылдарына қысымды жеңілдетуге арналған ірі Столыпин аграрлық реформасымен ерекшеленді. Бұл шаруалардың Қазақстан мен Сібірге жаппай қоныс аударуына әкелді. Жаңа тұрғындармен бірге олардың кіші отандарын немесе сол кездегі мемлекеттік қайраткерлердің есімдерін көрсететін жаңа атаулар келді. Сондай елді мекендердің өзіне тоқтала кететін болсақ, мынау біздің Астанаға бара жатқан жолымызда Тайынша ауданының елді мекендерінде орналасқан жерлердің осы Столыпиннің аграрлық реформасының нәтижесінде көптеген қазақ елді мекені басқаша атауларын не орысша немесе сол жерге келіп қоныстанған этностардың атауларымен аталып кетті. Мысалы 1900 жылы Мезгіл елді мекеніне келіп қоныстанғандар атауын Келлеровская деп атауын өзгертті. Сол сияқты 1908 жылы Жалма өзені көлінің бойында Ивангород деген елді мекен пайда болды. Село пайда болды. Ал енді сол жылы Кременчук деген елді селение болады, құрылады. Ол селениенің алғашқы қазақтардың тұрған жерінде атауы Қырық құдық болатынды. Оның да атауын өзгерді. Сол сияқты бізде тағы да бір Астанаға кетіп бара жатқан уақытында Драгомировка деген село бар. Ол да 1908 жылы құрылған. Ол жердің елді қазақи атауы Жаркөл деп аталған болатынды. Дәл сол кезде картада Мезгіл ауылының орнына Поволжье немістері құрған Келлеровка ауылы пайда болды. Қазір бұл елді мекен орналасқан жерде жолдың жанында жылқыларды ауыстыратын және демалуға болатын пошта станциясы болды. Ең бастысы құдық болды. Ауыл өз атауын құрылтайшылардың бірі Келлердің тегі бойынша аталды.
Келлеровка елді мекені. 1900 жылы осы Келлеровканың орнында Мезгіл атты ауыл құрылады. Жалпы қазіргі Келлеровка елді мекенінің негізін католиктер құрған болатын. Ең алғашқы рет 1905 жылы ауылдық қоғамдастық құрылады осы жерде, ал 1907 жылы ғибадат үйі құрылған католиктердің. Ықылым заманнан қазақша атаулар өңірдің табиғи ерекшеліктерін бейнелеген. Сол жылдары Астраханка селосының да негізі қаланды. Астраханка елді мекені 1905 жылы осы Қаратомар деп аталған қоныс аудару учаскесі құрылады. 1907 жылы Астраханка елді мекені құрылады. Жалпы бұл жердегі үйлер ағаштан және саманнан жасалған. 1910 жылы осы Астраханка елді мекенінде мектеп құрылады. Астраханка ауылын айтатын болсақ, мысалға Астраханка ауылының бұрынғы сол маңайдағы мысалға Дайындық деген, Қызыл Жұлдыз деген ауылдар болды маңайында, иә? Сол жерде жұрттар болды көптеген. Мысалға сол кездегі ақсақалдардың айтуынша ол Қарашілік дейтін жер. Қарашілік. Мысалға Қарашілік деп айтқан ол жерді. Ал енді көпке дейін өзі шынына келген қарасаңыздар, қазіргі сол Астраханканың тұржаған жері ылғи Шілік. Шілік деген сыпыртқы сатады бәрі. Аңғарасыздар ма? Астраханның жолында сыпырғыштар сатады. Ол неден істелінеді? Ол шіліктен істелінеді. Шілік деген кустарник, біз айтамыз ғой, ол ағаш кішкентай өспейді. Қарашілік дейтін өз жер. Бұрынғы атаулар сондай болған. Бірақ та мінекей осы біз Астраханка деген кезде бұл діни атау. Бұл саяси де атау емес. Бұл діни біздің өңірге шына келгенде аптап сол әлгі қолдарының күші кетіп тұрған кезде қойылып қалған аттар. Біздің өзіміздің жергілікті сол кездегі мысалы Қарашілік деп неге қойылмады? Өзінің атауы бар ғой, бәлен ғасыр аталып келген. Бірақ оны ешкім де ескерген жоқ, атау керек болды, сондай атау. 1920 жылдары Кеңес өкіметінің келуімен қайта атаулардың жаппай толқыны басталды. Бұрынғы жер атаулары революция батырлары мен коммунистік идеологияның негізін қалаушылардың есімдерімен ауыстырылды. Бұл атауда өзгерту бұрынғы мәдениеттің іздерін сызып тастауға және біртұтас кеңес халқын қалыптастыруға бағытталған. Был колхоз имени Голощекина. После репрессий его полностью меняют название именем Сталина. Потом культ личности Сталина осудили, снова меняют название. Вот такой процесс должен, конечно, наши читатели, те, кто интересуется историей, и те, кто просто не зная истории, многие много рассуждают. А нам бы хотелось, чтобы на основе архивных документов, чтобы знали свою историю. И когда мы говорим, да, испокон веков это место имело историческое название, и оно было... Почему такое интересное название, историческое? Это именем того человека, который внес вклад в развитие вот этого рода, да, с его именем, или тем местом историческим, или природным ландшафтом. Вот такое было красивое название населенных пунктов нашего региона. 1930 жылдардағы жаппай қоныс аудару солтүстік Қазақстан облысының тарихына жаңа атаулардың тағы бір бетін қосты. Кеңес одағының түкпір-түкпірінен келген қоныс аударушылар өздерімен бірге өз мәдениетін ғана емес, Қазақстан картасында бекітілген есімдерді де алып келді. Ұлы Отан соғысы жылдарында да қайта атау саясатсыз болды. Ұлы Отан соғысының кезінде Қазақстанға 2,5 миллион кісі келді. 2,5 миллион кісі өздерімен бірге көп нәрсені алып келді. Ол мәдениетін алып келді, ол өзінің білімін алып келді, ол өзімен бірге өзінің түсінігін алып келді, діни сенімін алып келді. Сосынғы міндетті түрде қатты үлкен өзгеріске келтірген ол біздің тың игеру. Целина дейміз. 1954 жылғы жағдай. Осы Целина кезінде түбегейлі қазақ жерінде көп өзгеріске келді. Міне осындай бірнеше сатылы өзгерістер.
Әрбір ауыл атауын өзгерту картадағы атауды өзгерту ғана емес еді. Әр жер атауының артында өзінде керекше оқиға бар. Бұл ата-баба атауларын есте сақтау және білу маңызды. Өйткені олар бізден бұрын осында өмір сүрген адамдардың шынайы тарихын, дәстүрлері мен естеліктерін сақтайды. Бұл өткенді құрметтеу ғана емес, оны болашақ ұрпақ үшін сақтау және кейбір жағдайларда тарихи әділеттілікті қалпына келтіру тәсілі. Біздің ұрпағымыз өсіп келе жатқан, гүлденіп келе жатқан біздің мемлекетіміздің тарихын білу керек. Оның тарихы біздің тереңде осы елді мекендердің тарихын білу арқылы біз өзіміздің жас ұрпағымызда, болашақ ұрпаққа тарихымыздың терең екен, бай екен, оның елді мекендердің атауларынан қарай отыра, соны зерттей отыра, біз өзіміздің тарихымызға, өзіміздің мемлекетімізге абыройының биік тарихының тереңде жатқанын көзіне жеткіземіз деп ойлаймын. Бұл атауларды түсіну және құрметтеу бұл тарихты сақтауға қосқан үлесіміз. Өйткені өткенді түсіну арқылы біз өзіміздің жеке басымызбен біргелігімізді сақтай отырып, болашаққа сенімді түрде қарай аламыз.